Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында плов жасап көрсетемін. Ешқандай артық қоспа қосылған жоқ, тек қана тұзбен жасадым. Видеоның соңына дейін болыңыздар. Достар, ең алдымен біз жуамызды ұсақтап турап, жақсылап қыздырып алатын боламыз. Қатты отта қыздырып, кейін үстіне туралған етімізді саламыз. Оны да 1-2 минут ұстағаннан кейін бірден біз үстіне сәбізімізді салып жібереміз. Жақсылап араластырып, үстіне су қосатын боламыз. Бетін жауып тұратындай етіп су қосқаннан кейін дәміне қарай тұз себеміз. Және 1 сағат жай отта қойып қоямыз. Суы сарқылғаннан кейін алдын ала дайындалып тұрған күрішімізді саламыз. Күрішті мөлдір болғанға дейін жақсылап жуып алыңыздар. Бетін жауып тұратындай етіп, кішкене су құйып жібереміз жетіспесе. 10 минут қатты отта қойып қоямыз. Және де осылай арасын қасықпен ашамыз 10 минуттан кейін. Астын жай отта қойып, күрішіміз піскенге дейін бұқтырып аламыз. Біздің күрішіміз өте тез әрі оңай дайындалды. Жасап көрсеңіздер болады. Сіздермен болған Мадина. Баршаңызға рахмет. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.